Сәлеметсіздер ме 10 сынып оқушылары 490 бойынша алынатын ТЖБ тапсырмасының жалпы нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар бұл ТЖБ-да 5 тапсырма беріледі, жалпы балл саны 20-ға тең. Бірінші есеп, оқушылар мұндағы мәліметтерді қолданып, А векторының модулін табамыз. П векторының модулі 1-ге тең, Q векторының модулі 2-ге тең, ал олардың скаляр көбейтіндісі π бөлінген 3-ге тең, яғни 60 градусқа тең. Енді мұнда бізде А векторы осы мәнге тең болса, А векторының модулін табуымыз керек. Енді былай аламыз. А векторының модулі тең болады П қосылған 2Q-дің квадратына. Мұнда біз квадрат берген соң, мұнда түбір береміз. Енді екі өрнектің қосындысының квадраты бойынша жақшаны ашамыз, сонда П квадрат қосылған, мұны екеуін көбейтіп екі еселейміз. 4pq қосамыз екінші өрнектің квадратын. Енді былай аламыз. Мұнда бізде П векторының квадраты қосылған 4pq бізде мінеке мына мәнге тең. 4 көбейтілген П көбейтеміз Q-ді, көбейтеміз косинус π бөлінген 3-ті. Оған қосамыз 4Q квадратты. Барлығы түбір астында. Енді сан мәндерін орнына қоямыз. П дегеніміз бізде 1-ге тең, 1-ді квадраттаймыз. Қосылған 4 көбейтілген 1, көбейтеміз 2-ні. Косинус π бөлінген 3, ол бізде 60 градусқа тең. Косинустың 60 градустағы мәні 2-ден 1-ге тең. Қосамыз 4 көбейтілген Q бізде 2-ге тең, квадраттаймыз. Бірдің квадраты 1-ге тең. Мұнда бізде мына екеуі қысқарады. Сонда 4 болады. Қосамыз 4 көбейтілген 2-ның квадраты 4-ге тең. 1, 4-ті қоссақ 5 болады. Мұнда көбейткен кезде 16 болады. Қосқан кезде 21 болады. Мінеки А векторының модулі тең болады екен түбір асты 21-ге. Екінші есепте үш бұрыштың төбелері берілген. А тапсырмасында ВА, ВС векторларының координаталарын табамыз, ал Б тапсырмасында АВС бұрышының косинусын табамыз. А тапсырмасын орындаймыз. БА векторын табамыз. Ол үшін Адан азайтамыз Б-ны. Енді мұнда мінеке 1-ден азайтамыз 4-ті. Минус 4-тен азайтамыз 7-ні. Минус 1-ден азайтамыз 0-ді. Мұнда бізде минус 3 болады. Мұнда екеуінің таңбасы 1-де минус 11 болады. Мұнда минус 1 болады. Енді келесі Б сыны есептейік. Ол үшін С-дан азайтамыз Б-ны. Минус 2 азайтамыз 4-ті. 1 азайтылған 7, 6 азайтылған 0. Сонда минус 6, минус 6, 6 болады. Жауабы А тапсырмасы бойынша БА векторы тең болады. Минус 3,
минус 11 минус 1-ге. Ал BC векторының координаталары тең болады минус 6 минус 6 және 6-ға. Бұл тапсырмасы бойынша ABC бұрышының косинусын табамыз. Мінекей, мына формула бойынша есептейміз. Сонда ол тең болады екен. Түбір асты 393-тен 13-ге. Мінекей, жауабы осы. Үшінші есеп, А және Б векторларына перпендикуляр болатын кез келген бір векторды табыңыз. А және Б векторларына перпендикуляр болатын кез келген бір векторды табу үшін мінекей мына формуланы қолданамыз. Мұндағы мінекей сан мәндерін орнына қойып есептеген кезде вектордың координаталары 3 минус 6 4 болады. Төртінші есеп, сфераның теңдеуі берілген, сфераның центрі мен радиусын табыңыз. А және Б нүктелері сфера бетінде жататындай М санының мәнін табыңыз. Сфераның теңдеуі берілген, А тапсырмасы бойынша сфераның центрі мен радиусын табамыз. Ол үшін ең алдымен мына өрнекті толық квадратынан айырамыз. Y бойынша орындайтын болсақ, Y квадрат қосылған 2Y тең болады Y қосылған 1-дің квадраты азайтылған 1-ге. Енді Z бойынша толық квадратынан айырамыз. Z квадрат азайтылған 4Z. Сонда ол тең болады Z азайтылған 2-ның квадраты минус 4-ге. Енді орнына қояқ. X квадрат. Мұнда біз Y квадрат қосылған 2Y-дің орнына мына өрнекті қоямыз. Енді Z квадрат минус 4Z-дің орнына мына өрнекті қоямыз. Тең 4 деп аламыз. Енді X квадрат қосылған Y қосылған 1-дің квадраты қосылған Z азайтылған 2-ның квадраты тең 4. Мұнда бізде 2 минус екеуі де таңбалар бірдей ғой, минус 5 болады. Мұнда плюс 5 болса да, мұндағы 4-ке қосылып 9 болады. Бірісін жаза салайын. Енді былай алсақ болады. X қосылған 0-дің квадраты мына өрнекте, Y қосылған 1-дің квадраты қосылған Z азайтылған 2-ның квадраты тең 9-ды 3-дің квадраты деп аламыз. Сонда центрдің координаталары мінекей мынау, 0, 1, 2, яғни 0, минус 1, 2 болады. Ал радиусы 3-ке тең. Келесі Б тапсырмасында А және Б нүктелері берілген, бізге мұндағы М санының мәнін табу керек. Енді мұнда біз А нүктесі бойынша қысап жаза берейін. Мұнда біз X-дің орнына 0-ді қоямыз, Y-дің орнына M-ді қоямыз, Z-дің орнына 2-ді қоямыз. Сонда 0-дің квадраты M-ның квадраты қосылған 2-ның квадраты қосылған 2 көбейтілген M минус 4 көбейтілген 2 тең болады 4-ке. Сонда мұнда 0 болып кетеді. M квадрат қосылған 4 2M минус 8 тең 4. Сонда M квадрат M квадрат қосылған 2M, мұнда бізден 2 қысарып кетеді.
минус 8 болады. Мұнда бізде квадрат теңдеу болды. Енді дискриминант табамыз. b квадрат минус 4асы, сонда 2-ның квадраты минус 4 көбейтеміз 1-ді, көбейтеміз с бізде минус 8-ге тең. Осыдан келіп 4 қосылған 32 тең болады 36-ға. 36 0-дан үлкен, демек 2 түбірі болады. m1 мен m2-ні табамыз. Минус b минус 2 плюс минус түбір арасында 36 бөлінген 2a. Минус 2 плюс минус 6 бөлінген 2. Минус 2 минус 6 минус 8 болады, 2 бөлсек минус 4 болады. Минус 2 плюс 6 4 болады, 2 бөлсек 2 болады. Сонда бізде m тең болады екен. Минус 4-ге және 2-ге. b нүктесі бойынша есептейміз. b нүктесі бойынша x бізде 1-ге тең, y тең 1-ге, ал z тең m минус 2-ге. Енді сфераның теңдеуінің орнына қойық. 1-дің квадраты қосылған 1-дің квадраты қосылған m минус 2-ның квадраты қосылған 2 y-ді 2 көбейтілген 1 деп аламыз. Азайтылған 4z-ді 4 көбейтілген m минус 2 деп аламыз. Мұнда бізде 1 қосылған 1 қосылған m минус 2-ның квадраты қосылған 2 минус 4m минус 4 көбейтеміз минус 2-ге 8 болады. Енді былай алайық. m минус 2-ның квадраты 1, 2, мұнда бізде 4 болды, мұнда 12, я. Минус 4 болса да, сонда 8 болады. Мұнда бізде 4m. Жашығын ашамыз. m квадрат минус 4m қосылған 4 минус 4m қосылған 8 тең 0. m квадрат минус 8m болады. 4 қосылған 8 12 болады. Квадрат теңдеу болды. Дискриминант табамыз. b квадрат. Мына бізде a 1-ге тең, b минус 8-ге тең, s 12-ге тең. Минус 8-дің квадраты минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген 12. Сонда 64 минус 48 тең 16-ға. 16 0-дан үлкен, демек 2 түбірі болады. Минус b, мұнда бізде минус таңбасы бар. 8 плюс минус 16 бөлінген 2a. 8 плюс минус 4 бөлеміз 2-ге. 8 минус 4 4 болады, 2 бөлсек 2 болады. Қосып 2 бөлсек 6 болады. Сонда оқушылар, а нүктесі бойынша бізде минус 4-те 2 еді, b нүктесі бойынша 6-да 2 еді, екеуінің ортақ саны 2 болып тұр. Демек, жауабы m санының мәні тең болады екен 2-ге. Соңғы тапсырмасы а және b нүктелері берілген. АБ түзуінің теңдеуін канондық түрде жазыңыз. АБ түзуінің теңдеуін канондық түрінен параметрлік түріне көшіріңіз. А тапсырмасы бойынша АБ түзуінің теңдеуін канондық түрде жазамыз. Ол үшін мінекей мына форманы қолданамыз. Сонда сан мәндерін орнына қойып есептеген кезде мінекей мына түрге келеді. Енді келесі Б тапсырмасы бойынша АБ түзуінің теңдеуін канондық түрінен параметрлік түріне көшіріңіз деген екен. Мұндағы әрбір өрнекті т-ға тең деп аламыз. Сонда x тең болады екен минус 5-ті қосылған 2-ге, y тең болады екен т қосылған 1-ге, ал z тең болады екен 2t азайтылған 1-ге.